Құрбан айт ислам дініндегі ең маңызды діни мейрамдардың бірі. Ол Зүл-Хижжа айының 10-шы күні басталып 3 күнге созылады. Бұл мейрам Меккедегі қажылықтың аяқталуына сәйкес келеді және мұсылмандар үшін үлкен рухани мәнге ие. 2025 жылы мұсылмандардың ұлық мерекесі Құрбан айт маусымның басына түсіп тұр. Бұл күндері ізгі әрі сауапты іс көп жасалып, Аллаға жақындаудың амалы атқарылады. Шариғатта Құрбан айт күні құлшылық қылу ниетімен мал бауыздалып құрбан шалынады. Асылы бұл діни мереке ғана емес, ғасырлар бойы келе жатқан дәстүрге айналған. 2025 жылы Құрбан айттың 3 күні 6-8 маусым аралығына түсіп тұр. Бірінші күні жұмаға түсіп тұрғандықтан 5 күндік жұмыста істейтіндер айттың 3 күнде қатар демалады. Ал 6 күндік жұмыстағылар 6-шы маусымда демалып, 7-ші маусымда жұмыс істейді. 8-ші маусым жексенбінің демалысы. Құрбан айт Зүл-Хижжа айының 10-шы күні деп бекітіліп, жыл сайын өзгеріп отырады. Меккедегі үлкен қажылық аяқталған соң басталады. Құрбан шалу Ибрахим пайғамбардың, оған Алланың сәлемі болсын, дәуірінен басталған. Ибрахим Алладан ұзақ уақыт бойы ұрпақ сұрайды. Сол тілегі қабыл болып, қартайған шақта Исмаил есімді ұлдың әкесі атанады. Сөйтіп ол ержете бастағанда Ибрахим пайғамбар түсінде ұлын құрбандыққа шалып жатқанын 3 мәрте көреді. Содан уахи деп бұйрықты орындауға бел буады. Ұлына бұл туралы айтқанда Исмаил да қол аяғымды мықтап байлаңыз, теуіп ыңғайсыздық тудырмайын. Алланың әмірін орындаңыз. Пышағыңыз өткір болсын. Жүзіме қарамаңыз деп келсет. Көзіне жас алып, әмірді орындауға кірісіп мойнынан тартып жібергенде пышақ өтпей қалады. Дәл осы сәтте Алла тағала Жәбірейіл періштеге пышақтың жүзін аударуға бұйрық берген екен. Ибрахим басында түсінбей, тағы бір мәрте қайталайды, пышақ тағы өтпейді. Осы уақытта иә, Ибрахим. Расында түсінді, шындыққа шығардың. Шын мәнінде игілік істеушілерді осылай сынаймыз деген дауыс естіліп, ұлының орнына құрбандыққа үлкен бір қошқар түсіріледі. Осылайша сынақтан сүрінбей өткен әкелі балалы шүкір айтып үйге қайтады. Құрбан сөзі араптың жақындау деген сөзінен шыққан. Бұл мал бауыздап құрбан шалуды ғана емес, Аллаға жақындай түсіретін амал дегенді білдіреді. Құрбан айтта мына амалдар орындалады. Айт намазы оқылады. Айт намазы мешіттерде жамағатпен таңертең оқылады. Мыңдаған адамның басы қосылатын ұлық мереке. Мешіттердің іші сырты толып кетеді. Құрбан шалынады. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе ғана союға болады. Қой мен ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы қажет. Ешкі мен қойдың еркегін, сиырдың ұрғашысын сойған абзал. Елік, арқар, тауық, қораз, қаз, үйректерді құрбан ретінде союға болмайды. Бір көзі соқыр, көтерем, құлағы мен құйрығы туа бітті жоқ не көп бөлігі кесілген. Тістерінің көбі түсіп қалған. Бір не 2 мүйізде түбінен сынған малдарды союға тыйым салынады. Сойған малды жіліктеп 3-ке бөлініп, бір бөлігі өз отбасына, 2-ші бөлігі туыстар мен көршілерге, 3-ші бөлігі мұқтаждарға таратылады. Садақа беріледі. Құрбан айтта мұқтаждарға көмектесу керек. Киім, тамақ, ақшалай садақа жасалады. Шалған құрбанның етін таратады. Қазақстанда қайырымдылық қорлары мұндай іске белсене атсалысады. Жақындарға қонаққа барады. Туыстарға сәлем беріп кіріп шығып тойлайды. Әлдекімге реніші бар болса, осы күні кешірген абзал. Өйткені құрбан айт байланысты нығайтатын татулық мерекесі. Құрбан шалуға шамасы келсе, мұсылман баласы жылына 1 құрбан шалу керек. Алланың бұйрығы мынадай: кімде-кім мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын. Құрбан шалу мұсылмандарға уәжіп. Құрбан айтта жолаушы болмаса, және негізгі қажетінен бөлек нисап мөлшерінде қаражаты барлар шалуы керек. Шариғатта нисап мөлшері деп 85 грамм алтынға, яғни соның құнына тең келетін ақшаны айтады. Бірақ қалтасындағы ақшасы нисап мөлшеріне жетпесе де құрбан қала берсе болады. Мейрамның негізгі мақсаты иман, қайырымдылық, бауырмалдық пен ынтымақтастықты арттыру. Құрбан айтта мұсылмандар ерте тұрып, айт намазын оқып, бір-біріне амандық саулық тілеп, туыстық қатынастарды нығайтады.